Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы көлік инфрақұрылымының маңызы. Яғни заманауи әлемде көлік инфрақұрылымының рөлін асыра бағалау мүмкін емес. Яғни бұл экономикалық өсудің, әлеуметтік дамудың және халықтың әл-ауқатының негізгі қозғаушы күші. Біздің күнделікті өміріміз бен болашағымыз үшін осы инфрақұрылымның тиімділігіне байланысты. Неліктен бұл өзекті? Көлік инфрақұрылым кез келген мемлекеттің өмірлік маңызы бар қан тамырлар жүйесі. Ол тауарлар мен қызметтерді жеткізуді қамтамасыз етеді. Адамдардың қозғалысын жеңілдетеді және ел ішіндегі аймақтар мен халықаралық деңгейдегі байланыстарды нығайтады. Экономикалық өсу мен даму. Бұл кезеңде өндірісті ынталандыру, туризмді дамыту, сауда саттықты тарту, жалпы ішкі өнімнің өсуін арттыру. Әлеуметтік байланыс және қолжетімділік. Яғни көлік инфрақұрылымда адамдардың білімге, денсаулыққа сақтауға, жұмыс орындарына және мәдени іс-шараларға қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ол қалалар мен ауылдар арасындағы байланысты нығайтып, аймақтардың деңгейі дамуын ықпал етеді. Қоршаған ортаға әсері және тұрақтылық. Көлік саласының қоршаған ортаға әсері зор, сондықтан тұрақты дамуға баса назар аудару қажет. Ауаның ластануы. Көліктерден шығатын зиянды газдар ауаның ластануына және климаттың өзгеруіне ықпал етеді. Шудың деңгейі. Тығыз қозғалыс шудың жоғары деңгейін тудырып, қала тұрғындарының өмір сүру сапасына кері әсер етеді. Жасыл технологиялар, электрлік көліктер, қоғамдық көлік желілерін дамыту және велосипед жолдарын салу арқылы экологиялық ізді азайтуға болады. Тұрақты жоспарлау. Болашақ көлік инфрақұрылымын жоспарлау кезінде экологиялық аспектілерді ескере отырып, яғни ескеру, басымдық беру. Бізде инновациялар мен болашақ трендтерге нақты назар аударуымыз қажет. Яғни көлік инфрақұрылымындағы инновациялар біздің қозғалыс тәсілімізді өзгертуде. Мысалы, ақылды көлік жүйелері қосылуда, электрлік және автоматтандыратын көліктер қосылуда. Мысалы, ұшқышсыз жеткізу жүйелері, дрондар қосылуда, дрондар. Сонымен қатар Қазақстандағы көлік инфрақұрылымының жағдайына келетін болса, Қазақстан өзінің географиялық орналасуына байланысты транзиттік әлеуеті зор ел. Мысалы, автомобиль жолдары нұрлы жол бағдарламасы аясында ірі жолдар жаңартылып салынды. Темір жолдар, әуежайлар, теңіз порттары салынуда. Мәселелер мен шешімдерге келетін болсақ, бұл жерде шешім жүйелі жаңарту, мемлекеттік жекеменшік әріптестік болып, қаржыландыруды жақсарту. Мысалы, ескірген инфрақұрылымда кейбір аймақтарда жолдар мен темір жолдар тозу деңгейі жоғары болды. Оны біз шешуіміз қажет. Сонымен қатар қорытындылай келе, болашаққа арналған ұсыныстар, тұрақтылыққа басымдық беру, инновацияларды енгізу, аймақтық дамудың ынталандыру, халықаралық әріптестікті нығайтуымыз қажет. Бүгінгі сабақта көлік инфрақұрылымының дамуын толыққанды талдайтын боламыз.